Физикада тек қана формулаларды жаттасам, теорияны жаттасам, мықты физик боламын деген әңгіме жоқ. Өйткені физиканы негізгі мағынасы табиғаттың мағынаны білдіреді, яғни табиғатта болып жатқан құбылыстар, яғни өмірмен бірге түсіну. Мысалы, үйкеліс күші. Сенің қыста машинамен жүргенде машинаның арты таю. Ол үйкеліс күшіне жатады. Яғни мұз бен сенің баллоның. Ол біріншісі. Екіншісі қысым. Қысымға қарапайым өмірдегі мысал, шарды неге біз құтақандай инемен жара саламыз? Өйткені иненің қысымы шарға қарағанда төменірек. Яғни кіп-кішкентай ине ол үлкен шарды жарылады. Шар неге бізді қатты үрлеген кезімізде ол бірден жарылып кетеді. Өйткені оның қысымы ол біздің үрлегеніміз әрмен қарай көтере алмайды. Одан кейінгісі инерция. Инерция деген автобустағы не істеу? Алға қарай жылжып кетуіміз, немесе машинада отқанда бірден торымыз бергенде алға жылжып кетуіміз. Ол Ньютонның бірінші заңы инерция деп аталады. Ал қысым дегеніміз не? Қысым дегеніміз белгілі бір ауданға түсірілген күш. Қысым деген, яғни терезені есікті бір жерде жауып тұрған кездегі сенің бірден қысылып кетуің. Дәл осы секілді әртүрлі мәліметтерді өмірмен түсіну үшін біздің курсқа келіп тіркеліңіз, оқыңыз онлайн және офлайн курстар.